Футбол бұл өмір, ал 13-ші сектор арнасы футбол ақпараттарын жеткізуші арна достар. 13-ші сектор арнасынан бүгін көретіндеріңіз Барселонаның бас бапкері мен басшысы келісе алмай жатыр. Челси клубы қалған ойынды жеңсе де жаман, жеңілсе де жаман. Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Достар, 13-ші сектор арнасына жазылып қойыңыздар. Қызықты футбол ақпараттарын сіздер үшін шығаратын арна. Еңбегімізді бағалап, лайктарыңызды да баса отырыңыздар. Ал енді біз бастаймыз, кеттік. Жалпы достар, осы маусымда Манчестер Юнайтедте мәселе көп. Соның бірін айта кетсек, оның бірі Маркус Решфорд. Маркус Решфордты қыста сатқылары келмей қалған болатын. Алдыңғы маусымда өте тамаша ойын көрсетті де, осы маусымда 26 ойында 4 гол салып, 6 голдық пас берген. Бұл енді Манчестер Юнайтед сияқты команданың шабуылшысы үшін өте аз, өздеріңіз білесіздер. Бірақ та ештеңеге қарамастан осы бірінші орынға таласып жатқан Арсенал клубы өздерінің қатарында Маркус Решфордты көргісі келеді екен. Бәлкім осы маусымнан кейін Манчестер Юнайтед 10 шақты ойыншысын сатады деп аттарында айтып өткен болатынбыз, бірақ ол жерде Маркус Решфордтың аты жоқ болатын. Қосылып қалар. Осы жазғы трансферлік терезеде жақсы ақша ұсынатын болса, 26 жасар Решфордты Арсеналға сатып жіберуі де мүмкін шығар. Енді ұсыныс бар Решфордқа, Решфордтың ойыны жоқ. Шешімді енді Манчестер Юнайтедтің басшыларының өздері қабылдай жатар. Футболда тағы да бір топ 5 лигадан тамаша ойыншы кетіп қалды. Ол Хаким Зиеш. Хаким Зиешті Челсидан сатып алатын болып шешкен екен. Сатып алу құқығы болған келісімшартта соны пайдаланатын болады Галатасарай клубы. Хаким Зиеш Галатасарайда өте еркін сезініп жүр, суда жүзген балықтай әдемі ойын көрсетіп жатыр. Ойына келгендерінің бәрін жасап жатыр, білгенін жасап жатыр. Және де осы үшін Галатасарайдың жанкүйерлері Хаким Зиешті қатты жақсы көріп қалды. Манчестер Юнайтедке қарсы бір ойынын-ақ айтып өтсек сіздерге жеткілікті шығар. Галатасарайда Зиештің де жағдайы жақсы. Түрік мемлекеті де оған қатты ұнайды. Зиеш та Галатасарайға ұнайды. Сондықтан да мансабы аяқталғанша бәлкім осы Галатасарайда қалатын шығар Хаким Зиеш. Барселона клубына жақсы жартылай қорғанысқа ойыншы керек, ол Бернардо Силва деп отыр Хави Эрнандес. Бернардо Силваны сұрағанына біраз уақыт болды. Бернардо Силваның құны 50 миллион евро тұрады қазіргі таңда. Ал енді жалпы спорттық директор Деко және де Барсаның президенті Жуана Лапорта Бернардо Силваны алмай-ақ қойсақ, басқа ойыншылар қарастырсақ деген теріс пікірде екен. Ольман алғысы келеді, немесе Нико Уильямс бар Атлетико Билбаодан. Осы екі ойыншыны алсақ қалай деп отыр. Ал Хави болса бізге жастар емес, бізге тәжірибесі бар Бернардо Силва сияқты ойыншы керек деп отыр. Мысалы, былтыр Гюндаганды алды. Біреу жалып жасап жатыр ма, біреу наразы болып жатыр ма, бірден келді көшбасшыға айналды. Сол сияқты ойыншы керек дейді Хави Эрнандес. Жастар өзімізде де жетеді деп отыр. Бернардо Силваны алғысы келеді. Одан бөлек Хави Симонсты білесіздер, Барселонадан шыққан түлек, қазір Парис Сен-Жерменнің ойыншысы. Осы ойыншыға да Барселона көздерін тігіп отырғаны белгілі. Ал Хави Симонстың өзі де Барселонаға келгісі келеді. Және де Парис Сен-Жерменмен келісім шарттардың ішінде тағы да бір жылға Хави Симонс өзі қалаған клубқа жалға баруына мүмкіндік бар. Және де осы тармақты пайдаланып бір жылға Барселонаға жалға келуі мүмкін Хави Симонс. Ал енді Луис Энрике оны қалайда жібермеуге тырысатын болады. Хави Симонс өзі Барселонада ойнауды армандайды. Сатып алуы екі талай, себебі ПСЖ 100 миллион евродан төмен Хави Симонсты ешқайда сатпайды. Бірақ Хави Симонс жәнегі тармақты пайдаланып бір жылға жалға келуі мүмкін. Барселонада жартылай қорғаныс жайлы осындай жаңалықтар бар достар. Челси клубында аяқ асты қиындықтар туып жатқан жайы бар достар. Челси клубы соңғы кездер жақсы ойнап келе жатыр, және де Еврокубоктарға қатысуы мүмкін. Лига конференцияға ілініп кетуі мүмкін. Сол лига конференцияға ілінбес үшін сақтанып жатыр. Дұрыс естідіңіздер. Лига конференцияға қатысқысы келмейді Челси клубы. Сол жерге ілініп кетпегілері келеді. Себебі лига конференцияға қатысатын болса, Челси енді гранд клуб
топ клуб десек те болады. Ал ілініп кететін болса, Лига конференцияның әр ойында жеңген үшін беретін сыйақылары да Челсиді қанағаттандырмайды, тиын тебен береді. Челси клубы енді ол жерге барғанша уақытын жоғалтқан. Мысалы, Челси клубына Лига конференция деген лига керек емес мүлдем. Ол жерге барады, тиын тебен алады, ұтса да маңызды емес кубок. Ол жерде ойыншылар шаршайды, қаншама ойын кетеді, қаншама тер кетеді, физикалық тұрғыда ойыншылар шаршайды, ойыншылар жарақат алып қалады соның кесірінен. Одан да ол жаққа бармай, Лига конференцияға ілінбей қалып, бүкіл күшін, барлық күшін АПЛ-ға салып, бір нәтижеге жеткілері келеді. Егер ол үшін енді алдағы ойындар жеңіліп қалу керек, негіз жеңіп кетуге шамасы келеді Челси клубының. Сондықтан да алдағы ойындарда Челсидің ойындарының жеңісіне ойланбай қойып жіберіп жүрмеңіздер. Бұлар енді бәрін бақылап отыр. Егер де бәрін жеңіп кетіп, Лига конференцияға ілініп кететін жағдайда бұлар бас тарта аламыз ба деген нұсқаларды қарастырып жатыр екен. Әлбетте бас тартып біз қатыспаймыз дейтін болса, ол УЕФА-ға деген бір төмендетушілік, УЕФА-ны менсінбеу болып саналады. Сондықтан егер де соған жетіп барып бас тартатын болса, УЕФА олардың 15 ұпайын алып алуы мүмкін, одан бөлек тағы да айыппұл салуы мүмкін. Енді 15 ұпай деген 5 жеңіліс қарап тұрсаңыздар. Оған да ілінгісі келмейді. Қазір Челси клубы қатты ойланып жатыр. Ілініп ойнай саламыз ба, немесе алдағы ойындардан жеңіліп сол 7-8 орында қала саламыз ба деген сияқты мәселелерді қарастырып жатыр екен. Челсидің жағдайы кәдімгідей қиын болып тұр. Жеңсе де жаман, жеңілсе де жақсы емес. Бүгінге осы достар 13 сектор арнасына жазылып қойыңыздар. Сіздер үшін жиі футбол ақпараттарын шығарып отыратын арнамыз достар. Назарларыңызға рахмет.